атамыз білім бір құрал, білімі көп адам құралы сай ұстасы қылды. Не істесе де келістіріп істеді деген екен. Мен бұл сөздерді былай түсіндім. Қазіргі таңда адамдар көптеген жаңа заттарды жасауда, жаңа өнімдерді шығаруда, жаңа технологияны өмірге әкелуде. Осының бәрі адамның жан-жақты білімді болғанына байланысты жүзеге асуда. Яғни, адамда зор білім болса, оның жасаған бұйымы ұстаның істеген бұйымындай сапалы әрі пайдалы болып шығады. Ал ұстаға осы бұйымды жасау үшін құрал-сайманның бүкілі қажет емес. Тек қана негізгі бір-екеуі болса да ол бұйымды сапалы әрі пайдалы қылып жасап бере алады. Өмірде де дәл солай. Ой құралдарының түрі өте көп. Мысалы, тапқырлық, адалдық, әділдік, еңбекқорлық. Алайда осылардың ішінде ең бастысы әлі негізгісі білім екенін Ахмет атамыз бізге жеткізгісі келген екен.